Мағира, қызым, астына бар тәртіп сақсашы көр астына. Өшірден Al. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біз Алматы қаласы 156-шы жалпы білім беретін мектеп. Осы мектеп мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларын таныстыру мақсатында осы конференцияны жүзеге асырып отырмыз. Жалпы біздің бұндағы мақсатымыз тәжірибе тарату. Авторлық бағдарлама дегеніміз не? Және біздің мектепте қандай авторлық бағдарлама жазылды, сол туралы сіздерге бүгінгі конференцияда қысқаша айтып кететін боламын. Мен номер 156-шы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Қасайынова Алтын Серікқызы боламын. Енді жалпы авторлық бағдарлама қазіргі таңда ең бір өзекті мәселелердің біріне айналды. Осы авторлық бағдарламаны жазуға негіз болатын 2013 жылғы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің бекіткен таңдаулы курстар, қолданбалы курстар және үйірмелер мен факультатив сабақтарына арналған номер 115-ші бұйрықты негізге ала отырып, құжатты жазатынымыз және соған қарай реттейтініміз мәлім. Авторлық бағдарлама арнайы бекітілген талаптарға сай, өзіндік жүйесі бар, арнайы құжаттар тізімі бар жүйемен жүзеге асады. Енді авторлық бағдарлама оқушының сұранысына сай білімді қалыптастыруға бағытталады. Сонымен қатар бұл сіздің жазған курстарыңызды таңдауға оқушының құқығы бар. Көп жылдық еңбек өтілі бар мұғалімдер өзінің тәжірибесін, өзінің өткен іс тәжірибесін таратуға және соның жемісін басқалармен бөлісуге құқығы бар. Ол туралы өзіндік методикасын, әдіс тәсілдерін кірістіріп, кітапша ретінде де бастырып шығуға болады. Методикалық тәжірибе түсініктеме бере отырып, арнайы құралдар мен оқушы жұмыстарын негізге ала отырып, қиындық тудыратын немесе өзіне бір сәтті болған тұстарды бөлісуге мүмкіндік береді. Авторлық бағдарлама мемлекет бекіткен стандарт негізіне сай оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін негізге ала отырып, оқу стандартында берілген мақсаттарды
жүзеге асыру мақсатында жазылу керек. Таңдау курстар мен қолданбалы курстар, үйірмелер немесе факультатив сабақтар оқушының сұранысы мен қажеттілігін қанағаттандыруы шарт. Енді авторлық бағдарлама 4 түрлі курс кіреді. Оған таңдау курстары, қолданбалы курстар, факультатив сабақтар және үйірме жұмыстары. Авторлық бағдарлама мынандай 4 түрлі құрылымнан тұрады. Ең бірінші автор түсінік хат жазу керек. Одан кейін осыға бағдарламаны таныстыратын, қалай жүзеге асыру керектігін түсіндіретін әдістемелік нұсқау және бағдарламаны кезеңмен қалай жүргізу керек туралы тақырыптық жоспар беру керек. Сонымен қатар әдебиеттер тізімі беріледі. Әдебиеттер тізімін 2 түрлі нұсқада ұсына аласыздар. Бірі жаңағы сіздің авторлық бағдарламаңызды жүзеге асыратын мұғалімге қажетті әдебиеттер тізімі. Одан кейін ізденіс жасайтын оқушыларға негіз болатын әдебиеттер тізімін оқушыға арнап ұсына аласыз. Енді авторлық бағдарлама сіздің көкейіңізде жүрген тақырыпты қамтуы керек. Және де бұл шынайы жазылу керек. Сіздің өзіңіздің көкем ойыңызда жүрген және қиындық тудыратын, оқушының қызығушылығын тудыратын тақырыпты таңдау сіз үшін маңызды болу керек. Бағдарлама жазған кезде міндетті түрде антиплагиатқа тексеріледі. Сол кезде сіздің курсыңыздың мазмұнының 83% авторға тиесілі болу керек. Тек пайызы түрлі сілтемелерді негізге ала отырып, немесе бір нақыл сөздер, қанатты сөздер ала отырып, сілтеме жасап, осы 17% мүмкіндік береді. Авторлық бағдарлама жазған кезде қайта-қайта антиплагиатқа тексере беру сіз үшін өте қауіпті. Себебі ол жерде интернет желісі сіздің жаңағы салған материалыңызды өзіне сақтап алып, кейіннен жаңағы антиплагиатқа тексерген кезде оны плагиат ретінде көрсетуі мүмкін. Сондықтан оны жиі плагиатқа тексеру сіз үшін қауіпті екенін ескеріңіз. Енді тақырыпты қалай таңдаймын деген заңды сұрақ туады. Өз пәніңіз бойынша оқушылар немесе оқушылар қиындық таңдауыңыз керек. Сіздің таңдаған ұсынған курсыңызға оқушы өздігінен жүгіріп, қызығып келу керек. Немесе қиналғандықтан осы туралы мен тереңірек білейін деген мақсатта келу керек. Сол үшін сізде бұл тақырыпты таңдауда ең өзекті мәселе. Енді ол ең бірінші оқушының қызығушылығын қанағаттандыру керек. Бұл жерде тағы бір айта кететін маңызды мәселе оқушының жас және жеке ерекшеліктерін ескеруіңіз керек. Мысалы 5-ші сыныптың ұсынатын бағдарламасына сіз 7-ші, 8-ші сыныптың тақырыптарын немесе соны қамтитын мақсаттарды алдыңызға қоя алмайсыз. Мен осы уақытқа дейін бірнеше бағдарламалар жазғанмын. Енді сіздерге соңғы жазған Сұлтанмахмұт Торайғыров суреткер ақын деген 9-шы сыныпқа арналған бағдарламамды таныстыра кетейін. Бұл бағдарламада ел болашағы үшін жанын пида еткен қоғам қайраткері, ақын, жазушы, суреткер ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмірі мен шығармашылығы кеңінен таныстырылады. Және де ол Сұлтанмахмұттың өмірі, онымен қоса бізге беймәлім тұстарына зерттеу жүргізу курстың мақсаты болып табылады. Курстың міндеттері Торайғыровтың өмірі мен шығармашылығын оқуға ең бірінші оқуға деген қызығушылығын оқушыларға үлгі ету, сонымен қатар ең бастысы сыни ойлай алатын ұрпақ қалыптастыру, және де осы алған білімдерін ең бірінші қай сабақ болмасын, қай пән болмасын, олар өмірде қолдана алуы керек. Күтілетін нәтиже
осы өздігінен білім алып, сыни ойлана алатын және әдебиетке қызығушылығы жоғарылататын сонымен қатар оқушылардың айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым дағдыларын әр сабақта қолданып, соны 4 тілдік дағдыны қалыптастыру. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен ағылшын тілі мұғалімі Мансұров Мұңдаш Мансұрұлы балам. Менің бағдарламам сабақта оқытудың жаңа тәсілдері арқылы сөйлеу дағдыларын дамыту. Қазіргі кезде ағылшын тілі заманауи халықаралық байланыстарға маңызды рөл атқарады. Ол білім саласында болсын, ғылым саласында болсын, бизнес және туризм саласында болсын көп қолданады. Қазіргі оқушыларға ағылшын тілін үйрету арқылы біз олардың әлемдік ақпаратқа қол жеткізуіне, шетелге оқуға түсуге, жұмыс істеуге, тағы да басқа нәрселерін үйренуге жол ашамыз. Біздің сабақтарымызда оқушылардың ағылшын тілін білудің маңыздылығы түсінуге көмек көрсетуі үшін миға шабуыл, бейне мазмұн, талдау және топтық жұмыстарды атқарамыз. Сөздік қорды ұлғайту тілдің дағдылары дамытуға маңызды кезең болып табылады. Бұл сабақта оқушылардың жаңа сөздерді есте сақтауына көмектеседі. Және ол сөздерді жаттап қоймай, оларды сабақтың үстінде өздері қолданып, сөз тіркестерді және сөйлемдерді құрастыруға үйретеді. Оған біз мысал ретінде Memory Games және Simon Says ойындарын алатын болсақ, ол балаларға көп әсер етеді. Диалогтар. Диалогты біз бір-бірімен сөйлеу үшін өз ойын құрастырады. Және олар мысалы супермаркетке кіргенде, әуежайға кіргенде бір нәрсені сұрау үшін олар өздеріне керекті сөздерді пайдаланып, және оларды өздің мақсатына ыңғайлы ретінде пайдаланып, қолданып, дұрыс сөйлеуге алып келеді. Сұрақ қою әдісі қарым-қатынастың маңызды элементі болып табылады. Ол жерде сұрақ қою арқылы өздің жауабын алу және ойын толық жеткізу болып табылады. Мысалы, Find Someone Who ойын арқылы оқушылар сыныпта жүреді. Және бір-біріне түрлі сұрақтарды қою арқылы олар өздеріне керекті жауаптарын алады. Рөлдік ойындарды алатын болсақ, мысалы, мұғалім және студент болу, қонақжайға кіру, супермаркетке кіру, бұл жерде де көптеген кейіпкерлер ретінде іс әрекеттерді жасайды. Мұндай ойындар арқылы олар өздерінің сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөйлеудің құрылымын түсінеді және ағылшын тіліндегі мәдениетті зерттейді. Рөлдік ойындарды оқу процесін қызықты әрі тиімді етіп пайдаланады. Қорытындылай кетсек, сабақтар барысында оқушылар ауызекі сөйлеу дағдыларын дамыту түрлері, инновациялық әдістер қолдануы және ойындар, диалогтар, рөлдік ойындар мен сұрақтар, жаттығулар оқушыларды қызықтырып, өздік пікірін дұрыс айтуға көмектеседі. Мұндай тәсілдер оқушылардың ағылшын тілінде еркін сөйлеуге қабілеттерін арттырып, оқу процесін тиімді етіп көрсетеді. Саламатсыздар ма? Мен бастауыш сынып мұғалімі Айгүл Алабасовамын. Бастауыш сынып оқушыларының жазу каллиграфиясын жақсартып үшін келесі әдістер мен тәсілдер қолданылады. Әдемі жазу оқушының мектеп табалдырығынан аттаған күннен басталады. Әдемі жазу негізгі мақсаты дұрыс, анық, тез жазуды және оқушының каллиграфиялық қабілетін қалыптастыру. Мектептегі оқыту үрдісі әліппеден басталатыны белгілі. Әліппе кітабының басты мақсаты балаға әріп таныту, яғни оқушыға жазу мен оқуды үйрету. Әдемі жазу
аса жауапты да күрделі жұмыс. Өйткені әліппе оқу барысында оқушылар дыбысты әріппен таңбалай білуге үйреніп қана қоймай, сонымен бірге каллиграфиялық талапқа сай жазуға дағдылануы тиіс. Демек, мұғалімнің алдында әріпті жаза білуге үйрету емес, оның әрбір элементін дұрыс сақтауға, дәптерге қалай болса солай жазбай, оңға қарай біркелі көлбеу, таза анық жазуға машықтандыру міндетті тұр. Осы талаптарды орындау негізінде оқушының көркем жазу дағдысы, каллиграфиясы қалыптасады. Дұрыс жазу дағдысын қалыптастыру, баланың қаламды дұрыс ұстау үйрету, қаламды үш саусақпен бас бармақ, сұқ саусақ, ортаңғы саусақ ұстау қажет. Дене қалпын дұрыс сақтау, арқаны тік ұстау, дәптер мен көздің ара қашықтығы шамамен 30-35 см болу керек. Қол бұлшық еттерін дамыту үшін саусақ гимнастикасын жасау. Арнайы жаттығулар орындау, қисық сызықтар, толқындар, шеңберлер сызу арқылы қол моторикасын дамыту. Үлгі бойынша әріптерді, буындарды, сөздерді қайталап жазу. Әдемі жазу үлгілерін көшіріп жазу. Бастапқы кезеңде баяу, асықпай жазу дағдыларын қалыптастыру. Жазу жаттығуларын біртіндетіп күрделілендіру арқылы жазу қарқынын арттыру. Күнделікті 10-15 минут каллиграфиялық жазу жаттығу жасау. Жазуды қызықты өту үшін әріптер мен сөздерді сурет элементтерімен біріктіру. Әдемі жазу бойынша жарыстарын ұйымдастыру. Түрлі түсті қаламдар мен маркерлерді қолдану арқылы оқушылардың ынтасын арттыру. Жеке түзету және кері байланыс беру. Оқушының жазуындағы қателерді мұқият талдау және дұрыс жазу жолдарын көрсету. Әр оқушының деңгейіне қарай жеке тапсырмалар беру. Жазу машықтарын жақсартуға жетістіктерін мадақтау. Осымен Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Мен 156 мектептің жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Нұразинова Ботагөз Рахманбергенқызы боламын. Менің авторлық бағдарламада жазған тақырыбым бастауыш мектепте оқытудың заманауи әдістері. Мен бұл авторлық бағдарламамда заманауи әдістердің 5 түрлі әдістерді қарастырдым. Жобалық іс-әрекеттер, кіріктірілген сабақтар, цифрлық технологияларды пайдалану, заманауи оқытуды басты ұстанымдар және әдіс тәсілдерді енгізудің нәтижесі деп. Кіріктірілген сабақтар интеграциялаған мақсаты бұлардың әртүрлі пәндерді, мысалы қазақ тілі мен дүниетануды, математика мен еңбек сабағын өзара байланыстыра отырып, білімді кешенді түрде беру. Ерекшелігі, бір сабақтың өзінде бірнеше пәндік дағды қамтылады. Мәселен, табиғат туралы мәтінді оқып, ондағы құбылыстарды математикалық есептеулермен ұштастыруға болады. Оның артықшылығы оқушының пәндер арасындағы байланыстарды түсінуге көмектеседі. Нақты өмірмен байланысты тақырыптар қызығушылықты арттырады. Уақытты тиімді пайдаланып, білімді біртұтас жүйе ретінде қабылдауға ықпал етеді. Жобалық әдістерде мақсатымыз негізі оқушылардың зерттеуін және жоспарлау, талдау және қорытындылау дағдыларын дамыту. Ерекшелігі, жоба барысында балалар нақты бір нәрсені шешуге жұмылады. Мысалы, табиғат қорғау жобасы, мектептегі экологиялық шараларға, тағы басқаларға. Артықшылығы, оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамытады және жауапкершілікпен топта жұмыс істеу машығын жетілдіреді. Қорытынды нәтиже, презентация еңбегінің көрнекі жемістерін көрсетеді. Үшінші, цифрлық технологияларды пайдалануда, бұларда мақсатымыз оқыту үрдістерін түрлендіріп, оқушыларға ақпаратты көрнекі және қолжетімді түрде ұсыну, қолданылуы интерактивті тақталарды, планшеттерлі және компьютерлік бағдарламаларды қолдануға болады.
онлайн платформаларды арқылы тапсыруға болады. Ол үшін Google-да нені пайдалануға болады. Виртуалды шындық элементтерін пайдалану, мысалы табиғат немесе ғарыш тақырыптарын көрнекі көрсету, артықшылығы балалардың технологиялық сауаттылығын арттырады, сабаққа деген қызығушылықты күшейтеді, жекелеген оқушыларға деңгейлік тапсырмаларды ұсынуға мүмкіндік береді. Төртінші, заманауи оқытуды басты ұстанымдарымыз оқушыны орталыққа қою мұғалім бағыттайды және ал бала білімді белсендіруші. Екінші, шығармашылықты қолдану кез келген тапсырмада оқушының өз идеясы ұсынуына мүмкіндік береді. Сыни ойлауды дамыту, дәлелдеме сөйлеп, шешім қабылдауға талдау мен сараптау дағдыларын пайдаланады. Енді осылардың бәрін қорыта келе, осындай әдіс тәсілдерді енгізудің нәтижесі оқушылардың оқу мотивациясы мен белсенді артады, белсенділіктері теория мен тәжірибені ұштастыруға білетін жан-жақты дамыған тұлға қалыптасады. Мектепте тек білім беріп қана қоймай, оқушының жеке қабілеттерін ашуға жағдай жасайды. Қорытындылай келе бастауыш мектепте заманауи оқу әдістерін, жобалық іс-әрекеттерді, кіріктірілген сабақтар, цифрлық технологияларды пайдалану және тағы да басқалар қолдану қазіргі білім беру талаптарына сай бала жан-жақты қолдау көрсететін тиімді тәсіл. Мұндай тәжірибелерді үздіксіз зерттеу және жетілдіру арқылы болашақ ұрпақтың бәсекеге қабілетті, ой өрісі кең сапалы азамат болып өсуіне негіз болып қалыптасады. Рахмет. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен Алматы қаласы Алатау ауданының нөмірі 156 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ырысбекова Сәулет Ханқызымын. Менің тақырыбым тылсым табиғат сырлары. Мектепте алған білімін өмірде қолдана білетін біліктілік дағдыларын қалыптастырудың алғы шарттарына негіз болу. Оқушылардың кез келген ұғымдарды түсіндіру кезінде күнделікті өмірмен байланыстыра отырып тақырыпқа сай тәрбиелеу. Оқушылардың қоршаған орта және табиғатқа деген қызығушылық, қорғаушылық сезімдерін ояту. Пән бойынша игерген білімдері мен әртүрлі ақпарат құралдарынан алынған мәліметтердің қоршаған ортаға тигізетін ықпалын бағалау үшін қолдана білу дағдыларын қалыптастыру. Енді өзектілігі қазіргі оқушылардың кейде кітапты өздігінен ұғынып оқуы, өздігінен ізденіп оқу дағдылары төмендей бастайды. Осындай талаптар мен қажеттіліктердің негізінен туындап отырғандықтан да арнайы мақсатқа негізделген бағдарлама құрастыру арқылы оқушылардың танымдық, шығармашылық, интеллектуалды қабілеттерін арттыру өзекті мәселеге айналуда. Енді қорытындылай келе, табиғат біздің үйіміз, әрқайсымыз табиғатты қорғауға тиіспіз. Болашақ ұрпақ үшін табиғатты сақтайық. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен номер 156 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Чинчалова Мария Кемсетовна. Менің авторлық бағдарлама Мағжан Жұмабаевтың шығармашылығындағы жалғасы. Мағжан Жұмабаевтың қазақ әдебиеттің көрнекті өкілі, романтик ақын. Оның шығармашылығына арнау өлеңдерінің маңызы ерекше. Арнау өлеңдері арқылы Мағжан өзі қадір тұтқан тұлғаларға, елге, отанға деген махаббатын жеткізген. Мағжан Жұмабаевтың арнау өлеңдерінің ерекшелігі қазақ тілі әдебиетінде ерекше орын алады. Ол өз заманының қайраткерлеріне, халқына, туған жеріне арнап жыр жазған. Арнау өлеңдері ұлт азаттық, махаббат, рухани болмыс тақырыптары терең қозғалады. Оның жеке тақырыптары Ақан Серіге, Шәкәрімге, қазақтың Пушкині, Оян қазақ, мен жастарға сенемін. Оның арнау адамдарға, табиғи құбылыстарға арналған. Арнау адамдарға, туыстарына, атақты тұлғаларға, аз танымал тұлғалар мен белгісіз жандарға, табиғат құбылыстары, айға, күнге, жұлдыздарға, жер жүзіне, баланың қабір тасына байланысты.
Арнаудың көркемдік сипаты, көркем поэтикалық тіл, әдістік көркемдік әдістің қолданысы, метафора, теңеу, аллегория, анафора сынды көркемдік құралдар кең қолданған. Өлеңдердің эмоциялық экспрессивті реңкі бар. Мағжан Жұмабаевтың Арнау өлеңдері қазақ әдебиетінде ұлы мұралардың бірі. Ол ұлттың азаттығы мен жаңғыруын жырлаған ақын. Оның Арнау шығармалары бүгінгі күнде өзектілігін жоғалтпай келеді. Сәлеметсіздер ме әріптестер? Есімім Иманқұлова Жансая Қайратқызы боламын. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Менің алып отырған тақырыбым, авторлық бағдарламаның тақырыбы Момышұлы шығармаларындағы ұлттық рух мәселесі. Жалпы бұл ұлттық рух мәселесін зерттеуге арналған авторлық бағдарламамыздың мақсаты Момышұлы шығармалары арқылы ұлттық рухтың мәңгілік құндылығын көрсету. Жалпы ұлттық рух дегеніміз не? Ұлттық рух дегеніміз бұл ұлттық өзіндік санасы, мәдениеті, тарихы және тілі арқылы көрінетін рухани күш. Жалпы Бауыржан Момышұлы өзінің шығармаларында ұлттық рухты батырлық, отансүйгіштік және моральдық құндылықтармен байланыстыра отырып қарастырған. Ұлттық рухты әр қазақтың жүрегіндегі от деп білген. Оларды қиындықтарға қарсы тұруға, жеңіске жетуге шақырады. Жалпы бұл авторлық бағдарламадан күтілетін нәтиже бірінші білім беру, яғни тарихты, мәдениетті, тілді оқыту, жастардың бойында ұлттық сананы қалыптастыру негізгі мақсатымыз. Екінші, мәдени шаралар ұйымдастыру. Не ол мәдени шаралар? Яғни ұлттық өнерді қолдау, салт дәстүрді дәріптеу, сақтау, бұл ұлттық рухты көтерудегі негізгі мақсаттардың бірі. Үшінші, әрине бұл бұқаралық ақпарат құралдары. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ұлттық құндылықтарды насихаттауымыз керек, батырларды, ұлт зиялыларын дәріптеуіміз керек, ұлттық бірлікті нығайту арқылы ұлттық рухты көтеруіміз керек. Жалпы қорытындылай келе, авторлық бағдарлама осы Бауыржан Момышұлы шығармаларындағы ұлттық рухтың мәңгілік көзі болып саналады. Оның батырлығы, отансүйгіштігі, моральдық құндылықтары қазіргі қоғам үшін өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені ұлттық рухты сақтау, оны әрі қарай дамыту әрбір қазақстандықтың негізгі парыз болып саналады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Наматова Арсугүл Сетвалдиевна, нөмір 156 мектептің ағылшын мұғалімі боламын. Менің бағдарламалық жұмысымның аты фразеологизм әлемінде. Қазіргі мектептің іргелі идеясы білім берудің ізгелендіру мен ізгелендіру барысында жеке тұлғаны дамытудың жолдарын іздестіру болса, тілдік пәндерді оқытудың мақсаты оқушылардың өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі танытуға деген қажеттіліктерін қалыптастыруға, оқуға, қарым-қатынас жасауға үйрету, денсаулығын күтуге үйрету, кәсіби дағдыға айналдыру. Қазіргі мектептерде ағылшын тілі мұғалімі жұмысы оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін іздестіру арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуды көздейді. Сөйлеуде фразеологиялық бірліктердің қолдануы оны күшті, жарқын, дәл, нанымды етеді. Фразеологизмдерді көмегімен қысқаша көп нәрсені айтуға болады. Тілде фразеологиялық бірліктердің көп болуы оның байлығын көрсетеді. Тіл байлығын. Ал тілді оның фразеологизмдерін меңгермей үйрене алмайсың. Бірақ оны меңгеру үшін мәнінде белгілі бір фразеологизмнің нені білдіретінін, тілімізде қай жерде қалай пайдалануға болатынын түсіну деген сөз. Бұл курстың өзектілігі сонымен қатар фразеологизмдерді оқытуға арналған оқу жоспарында сағат санының жеткіліксіз бөлінуіне және материалдардың ұбт тапсыруын үшін қажет және олимпиада тапсырмаларында жиі кездесетіндігінде. 6 сыныптарға арналған элективті курс фразеология әлемінде жалпы атауымен біріктірілген. 6
Сыныптарда 1 жылдық оқуға арналған авторлық курс бағдарламасы студенттердің лексикалық құзыреттілігін қалыптастыруға көмектесуге арналған. Лексикалық фразеологияға арналған материал оқушылардың ой өрісін кеңейтеді. Сөздік қорын байытады, сөйлеу тілін дамытуға мол мүмкіндіктер береді. Сөздің мағынасын тәрбиелейді. Курстың мазмұны белгіліден жаңаға қарапайымнан күрделіге принципіне негізделген. Факультативтік курс бағдарламасына лексика және фразеология бойынша материалдардан басқа ойын-сауықтық грамматика элементтері, ойын сабақтары, сөйлесу мәдениеті бойынша материалдар, сонымен қатар сөйлеу дағдыларын дамытуға және танымдық белсенділікті арттыруға арналған сөйлеу шығармашылығын сабақтары кіреді. Бағдарлама 34 сағатқа созылған, аптасына 1 сағат. Рахмет. Саламатсыздар ма, әріптестер? Номер 156 жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімі Раджапова Гүлжархан Қалмұратқызы. Менің авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары. Қазақтың ұлттық ойындарының мақсаты қазақтың ұлттық ойындарының халықтың мәдениеті мен дәстүрінің маңызды бөлігі. Олар жастарды тәрбиелеу, денсаулықты нығайту және ұлттық біліктілікті сақтау мақсатында өткізіледі. Ұлттық ойындардың түрлері: салт спорты, ат спорты, салт дәстүр ойындары, зияткерлік ойындар, дене шынықтыру ойындары. Осы жерде ат спортына көкпар, аударыспақ, теңге алу. Көкпар дегеніміз ол атпен шабатын командалық ойын, қойды тартып алу. Ал аударыспақ ат үстінде қарсыласын аударып тастау. Ал теңге алу атпен шабу кезінде теңге алу. Салт дәстүр ойындары: қыз қуу, бәйге, тоғызқұмалақ. Қыз қуу жігіттің қызды қуып, жүгіріп ұстап алуы. Бәйге ат жарысы жылдамдықты анықтау. Тоғызқұмалақ зияткерлік ойындар, ол дәстүрлі зияткерлік ойындар. Зияткерлік ойындар: шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ кіреді. Шахмат ол стратегиялық ойын, логикалық ойлауды дамыту. Ал дойбы ойлау қабілетін арттыруға арналған ойындар. Тоғызқұмалақ қазақтың дәстүрлі зияткерлік ойыны. Дене шынықтыру ойындары: арқан тарту, секіртпе. Арқан тарту командалық арасындағы күш сынасу, секіртпе дене шынықтыру мен ептілікті дамыту. Осы авторлық бағдарламаны қорытындай келе, қазақтың ұлттық ойындары мәдениетіміздің ажырамас бөлігі. Олар жастарды тәрбиелеу, денсаулықты нығайту және ұлттық білікті сақтау үшін маңызды. Назарларыңызға рахмет. Көркемдік пәні мұғалімі Тұрар Тимирғалиев, 106 мектеп. Көркемдік пәні оқушылар функционалдық сауаттылығы 5-6 сыныптарға арналған. Мақсаты оқушылардың көркемдік пәні арқылы функционалдық сауаттылығын арттыру, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, эстетикалық талғамын қалыптастыру, практикалық дағдыларды. Бұл жоспар оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға және көркемдік пәні деген қызығушылықтарын оятуға бағытталған. Сабақтарда теория білім мен практикалық жұмыстар үйлестіріледі. Күтілетін нәтиже: көркемдік пәнінің негіздері, материалдар мен құралдарды пайдалану туралы білім қалыптастырылады. Екінші, оқушыларды түрлі техникалар мен әдістерді қолдана отырып, шығармашылық жұмыстар жасауға үйренеді. Үшінші, оқушылардың өз идеяларын жүзеге асыру үшін шығармашылық жобалар жасау ынталанады. Төртінші, оқушылар өнер туындыларын талдауға, бағалауға және өз пікірлерін білдіруге үйренеді. Бесінші, функционалды сауаттылық оқушылардың күнделікті өмірде көркемдік пәнінен алған білімдерін қолдана білуін қамтамасыз ету. Қорытынды: элективті курс оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, сондай-ақ көркемдік пәні арқылы өмірде қажетті дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. Оқушылар алған білімдерін практикада қолдана отырып, өздерінің шығармашылық әлеуметтік толық ашуға мүмкіндік алады. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің бүгінгі тақырыбым қазақ әдебиеті бойынша оқу сауаттылығы мәтінмен жұмыс.
тақырыбы оқу мақсаты мәтіннің мәнін түсінуді, мазмұнды талдауға, мәтінмен жұмыс істеуге, оқушыларды еркін әрі дұрыс сөйлеуге, сауатты жазуға, айтайын деген ойды дәл жеткізуге баулу. Міндеті оқушылардың зейінін көтеріп, мотивация беру, сыни тұрғыдан ойларын, дағдыларын қалыптастыру, оқушыларды оқуға баулу, мәтінмен жұмыс істеудің тиімді тәсілдерін әзірлеу. Күтілетін нәтижелер: мәтін мазмұнын түсініп, негізгі идеясын анықтайды, әртүрлі тақырыптар, мәліметтер салыстырып талдай алады, ғылым, тарих, өнер және мәдениетке қызығушылығын артады, өз ойын жазбаша және ауызша сауатты жеткізеді, сыни ойлау қабілетін дамытып, ұлттық құндылықтарды түсінеді, өзіндік пікірін дәлелдеп, дұрыс шешімдер ұсына алады. Қорытындыға келетін болсақ, оқу сауаттылығы оқушылардың мәтінді түсіну, ондағы ақпаратты талдау және өз ойымен байланыстыра білу қабілеті. Бұл дағдыны дамыту үшін әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануға болады. Мәтінмен жұмыс жасаудың тиімді жолдары оқушылардың білім алуына және сыни ойлау қабілетін арттыруға көмектеседі. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Саламатсыздар ма? Нөмір 156 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қуанған Нұргүл. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы оқу сауаттылығын оқытудың тиімді жолдары деп аталады. Жалпы мақсаты оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту арқылы мәтін мазмұнын түсіну, талдау, бағалау және функционалды оқу дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасау болып табылады. Оқу сауаттылығын дамытудың тиімді әдістері: мәтінмен жұмыс істеу стратегиялары, яғни ол белсенді оқу, сұрақ қою әдісі, интерактивті оқыту тәсілдері, кластер, интеллект карта, инсерт әдістері болып табылады. Жалпы осы бағдарламадан күтілетін нәтиже оқушылардың оқу сауаттылығының деңгейі жоғарылайды. Ол мәтіндерді түсінеді, талдайды, интерпретация жасайды, сыни тұрғысынан ойлау дағдылары қалыптасады, оған ақпаратты талдау, салыстыру және өз ойын дәлелдей білуге дағдыланады, әртүрлі мәтіндермен тиімді жұмыс жүргізе алады, яғни көркем, ғылыми, ақпараттық мәтіндерді талдауға ықпал жасайды, оқу стратегияларын меңгереді, коммуникативтік дағдылар жетіледі, оқушылар өз ойларын нақты, жүйелі, дәлелді түрде жеткізе алады, оқу сауаттылығын бағалау көрсеткіштері жақсарады, ақпаратты коммуникациялық технологиялар тиімді пайдаланады. Назарларыңызға рахмет. Здравствуйте, коллеги. Я учитель русского языка средней школы номер 156 Алтайского района Исеева Замира Урнаевна. Моя авторская программа – это элективный курс русского языка и культуры речи. Курс предназначен для учащихся 10 и 11 классов. Цель курса – развитие языковой и коммуникативной компетенции учеников и формирование у них готовности к эффективной коммуникации, развитие навыков практического владения русским языком в его устной и письменной форме, различного рода и социально значимых ситуациях. Задача курса – это изложить ученикам необходимые теоретические сведения по русскому языку и культуре речи, показать роль русского языка и духовной культуре русского народа, расширить и углубить их лингвистическую подготовку, основываясь на ранее полученных знаниях в объеме начальной программы, дать основные сведения о функциональных стилях современного русского литературного языка. Ожидаемый результат. Ученик должен владеть знаниями связи языка и общества, основные направления государственной политики области языка, роль языка в развитии культуры и в становлении личности вида общения, основные коммуникативные качества речи, сущность литературной нормы, ее основные разновидности, стили современного русского литературного языка, правила речевого этикета. Вывод. Курс «Русский язык и культуры речи» направляется формированию у учеников языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции. Исходя из этого определяются его цели и задачи. Курс обучает владеть навыками грамотной, логически, верно и аргументированно построенной устной и письменной речи. Научит умениям ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях, реализовывать свои коммуникативные намерения адекватной ситуации и задачам общения, возникающим в профессиональной деятельности. Спасибо за внимание. Құрметті әріптестер,